біз қызды қазір баққан кезде қызды өзіміздің затымыздай мәңгілік қылып ойлаймыз. Өзім менің қызым, мен бақтым. Кейде біз мына ажырасқан отбасылардың мәселесін қарастырған кезде сол кезде айтады, ішіме сыйған қызым сыртыма да сияды деп жатады. Сондықтан сол нәрсе жаман нәрсе сияқты. Өйткені біз қызды тәрбиелегенде мәңгілік өзімнің затым деп тәрбиелейміз. Өзімде қалады, менікі деп тәрбиелейміз. Ана жаққа барады, сол кезде қиын. Мен өз басым, қазір өзі кішкентай қызым бар. Қызыма қараған кезде кейде тойды молақтап жүреміз өзіміз. Осындай ұзату тойларға барған кезде үлкен әкелеріміз, қыздары үлкен қыз, бірақ жылап тұрады. Қызы кетіп бара жатқан кезде жылап тұрады. Сол нәрсені ойлаймын. Біз жылаймыз сағынғаннан ғой, дұрыс қой. Бірақ ана бөтен жерге кетіп бара жатыр. Ол жерде қалай болады екен? Қызыма бір нәрсе деп қойса, барып айта алмайсың. Жаңа бір ұзатуда бір әкесі айтты деп еді, қызына құлағына сыбырлап. Қызым, күйеуіңмен қандай жағдай болса да, сен маған айтпа. Барлығы шымылдықтың ар жағында болсын. Өйткені сен маған айтқанда ол күйеуіңнің жамандығын, бұзықтығын. Сен оны бәрібір жақсы көресің, бір күні кешіресің ол күйеуіңді. Ал мен жүрегімде қалып кетеді ол нәрсе. Солай қызды бәрібір келін ретінде тәрбиелеп берсе, кішкене ар жақта енеге өте оңай болды. Кезіндегі аналарымызды, әжелеріміз бен келіндердің арасындағы көп ұрыстарды еститін келіндер сөз естеуі, бұл қарасаңыздар аналарымыздың бұлай шариғат жағынан, ата дәстүрімізге қайшы келетін нәрселерді айтқан кезде ғана осындай болатын да. Жаңағы анамыз айтып отқан ыдыстың бетін ашық қалдырдың деп. Мысалы дүнияви нәрседе көп ұрыспаған. Осындай басым осы тәрбие беретін жақтарында көп сөздер айтқанда, жаңа қонақ келгенде үйді сыпырма, ол сенің жақтырмағанның белгісі болады деген сияқты, кіріп жатқан кезде үйді сыпырып бұрқыратып жатпа, ыдыстың бетін ашық қалдырма. Ол да енді біздің ата дінімізде бар нәрсе да, ыдыстың бетін ашық қалдырмау, тамақтан кейін жуып қою. Оның бәрі осындай тәрбиелік жағынан көп сөздер осы ене мен келіннің арасында, келіндердің сөз естігені көп осындай жақтардан болғанда, дүнияви жағынан емес. Қазіргі күнде кейбір енелердің ұрсатыны, жаңа айтып отырмыз ғой, енелер келін мен тете сияқты болады да. Сол келін мен жасты сияқты болады. Жас енелер. Иә, қанша жәреттен жас үлкен болса да, бірақ кейде келін мен сол келіннің өмірлік мәселесінде ұрсып жатады да. Бір қызық айтайыншы, бір жерде осындай енеден де, негіз кейбір енелерден де болып қалады. Болып қалады, иә. Өйткені бір той болды, өйткені мұны тарихы басталатын, адам баласының тарихы басталатын, бір тарих кітабы ашылатын, бір өмірінің бір ойы бар, орны бар оқиға. Ол үйлену тойы ғой енді. Ер адам өзінің жарын таңдады, ол келін болып түсіп жатыр. Құрмет оған бірінші басталу керек та. Кезінде аналарымыз жаңа ақ қойып оған ішкізіп, құрмет көрсетіп, келінге қандай не екен бәрін үйленуге дейін жаңағыдай ұзатып алып келуден басталып тәрбиесі болатын да. Сол кезде бір ғұламаның айтқаны бар ғой, жаңағы баланың тәрбиесін, балам дүниеге келеді, қай кезден бастайын тәрбиесін деген кезде әйеліңді таңдаудан бастауың керек еді. Балаңның тәрбиесін анаңды, әйеліңді таңдаудан бастау керек. Баланың анасын таңдаудан басталады. Сол сияқты үйленіп жатқан кезде бізде бір оқиға болды, қызық оқиға болды. Қызық дегенде өте жаман қызық оқиға болды. Той басталатын кезде, келінді алып келген кезде, жаңағы ресторанның иелері айтты бізге, қазір кіріп келгенде жастарға біз мынандай жаңағы фонтан ақ бұлақ болады деді. Жастар кіреді, өздері таңдайды, виски, шампанский нені таңдайды, соны атамызда құямыз. Содан не қылады, содан келін нені ішеді, қонақтардың бәрі соны ішеді деді жастар. Соң біз айттық, атамызда болмаған, біздің тарихымызда болмаған нәрсені қалай жасайын деп жатсыздар? Құдайдан қорықсаңыздар, деді. Жоқ, бұл біздің ресторанның атынан сыйлық деді. Біз онда жасамаймыз, бұл нәрсені қойыңыздар деп еді. Тойдың иесі келіп айналайын дейді. Келіннің енесі болайын деп тұр. Баланың анасы айтады. Балам, жасай салшы дейді. Сіз кімсіз десе, мен осы тойдың иесімін ғой, мен мамасымын дейді. Сіз мамасы, анасыз ойлаңызшы дедім, сіз қазақсыз ғой. Біздің ата бабамызда келінге арақ құйғызып, арақ ішкен келінді қалай көрдіңіз сіз табалдырықтан аттаған. Енді бұдан кейін тәрбие қалай болады деп ойлайсыз? Бұдан кейінгі тәрбие келін ол басына шығады. Білгенін істейді. Бір күні қылт етсе қырғын болады. Көз алдында ішіп отыра беруі де мүмкін дейсіз. Ақыр заманның белгісі деп айтқан, күн өзінің бастығын туады деген, өзіне ақыл айтатын ақылшысын туады деген. Міне осы жерден көрдік та. Осындай енелер бар да, үйленген кезде балам үшін, бәрі балам үшін, балам жыламаса болды, балам бүйтпесе болды деп, бәрін жағдайын жасап, келінді өзінің баласындай көреміз, дұрыс қой, қызымдай көремін дейді, бірақ келін екенін ұмытпағанымыз жөн болады кейде. Күйеуіңнің нені ойлайтынын білуіміз керек та. Кез келген бала ата-анасын бақытты қылсам деп ойлайды. Күйеуіңнің жүрегіне жол ата-анасынан табылады ғой. Негізі біздің шариғатымызда да, ата дінімізде де айтылған бұл. Мысалы, әйел адамға айтады ғой, енді әйел адам өзінің жаңағы намазын оқыса, оразасын ұстаса, күйеуінің ризашылығын алатын болса, 8 жәннаттың есігіне қалағанынан кіреді дейді. Қалағанынан кіреді дейді. Таңдау беріліп қой жәннатқа кіруге. Ал адам баласына жәннатқа кіру арман.
Бірақ 8 жаннаттың есігін таңдайды еще. Қалаған таңдайды, өзіне таңдау берді жаннат. Ал енді соған жету үшін күйеуінің разылығын іздейді. Ал күйеуге айтып тұр, ата-анаңа қызмет қылмасаң, ата-анаң разы болмаса, сен жаннатқа кіре алмайсың деп тұр. Бір-бірімізге байлап қойған, қарап отырсаң. Әйелді күйеуге байлаған, күйеуді ата-анасына байлаған. Жалпы ата-анаға қызмет қылу бұл біздің парызымыз. Қандай жағдай, сіз карьера істеңіз, істемеңіз, президент болыңыз, миллионер болыңыз, бизнесменнің ең үлкені болыңыз. Бірақ ата-анаға қызмет қылмаған үшін сізде ешқандай жақсылық болмайды. Келіні мен енесінің арасындағы қарым-қатынасқа осы күйеуі яғни белгілі бір дәрежеде ықпал ету керек қой, Ету керек. Кінәлі, егер келіні мен енесінің арасында осындай ұрыс керіс болатын болса, оған негізгі кінәлі адам осы күйеу емес па? Күйеу, мен қараңызшы, бір мынандай нәрседе, қыз мысалы бір үйде 18 жасқа дейін бір үйде тәрбиеленді, ерке қыз. Сөйтеді де біреуген үйленеді енді. Алла қосты екеуін. Бірақ қыз үйдегі оның әулетінде, анасында, әкесінде туысқан біреуін танымайды. Оның 1000 әулетінде 1000 адам бар шығар, бірақ ол сол 1000 адамға қызмет ету үшін, жалықпай бәріне 1000 адамға 1000 кесе шай құю үшін, күнде тұру үшін, қызмет қылу үшін, сол күйеуіне бола бара жатыр да. Күйеуіне бола бара жатыр. Біреуін танымайды, әулетін, ағайын, туысының да руынан ешкімді білмейді, бірақ бір адамды біледі. Күйеуін біледі. Сол күйеуін жақсы көріп, сол күйеуіне қызмет қылам деп бара жатыр. Енді сол жерге барып тұрып, сол күйеу үшін 1000 адамға келісіп тұрып, қайтадан өзінің қыз кезіндегі бір дүние үшін қайтадан бұрылып кетіп қалуға болмайды ғой. Бұл жерде барды, ақыр барғаннан кейін күйеу үлкен рөл атқарады. Бұл жерде жарай, жаңа қарындасымыз айтып жатыр, үйінде 10 бала болсын, 10 баланың 10-шысы кетсін. Бірақ енді бір бала болсақ, ол бару керек, тұру керек. Өйткені бұл жерде енді үлкен рөл атқарады ер адам. Сол сен үшін келді. Мен үшін мына әулетіме келді, бәріне қызмет етіп жатыр. Біреуіне қарсы шықпайды, шай құйып жатыр. Мысалы, сіз сол әулеттің бәріне қызмет қылады. Сәлем саласы келгенде артық сөйлемейсіз, күліп жүресіз. Сенен сұраса, сізден сұраса, кім үшін десе, сізден сұраса. Сіз айтасыз, күйеуім. Осы үшін келдім ғой енді. Осыны ренжітпейінші. Осы дейсіз. Осындай кезде күйеуі қандай жағдай болса да күйеуі айту керек. О баста қызбен танысқан кезде, мысалы, қазір жастар білмей жатқан шығар, бірақ енді бәріміз енді көз ашылып жатыр. Ер адам ата-анасына қандай құрмет қылатын болса, әйелі сондай құрмет қылады. Адам өзі, ер адам терек сияқты ғой. Артынан қалай қисайып өсетін болса, әйел де дәл солай қисайып кете береді. Ер адам үйінде ата-ананы қалай құрметтейді, әйелі бәрі соған қарайды. Бір күні болмаса, бір күн қарсы шығады, содан кейін күйеуін риза қылу үшін айтады. Бұны білмеймін мен күйеуім. Бұны тек бір нәрсе айтсаң, әке-шешесін жақсы көріп отырады. Әке-шешесін жақсы көріп отырады. Болмаса бір Құдайдан қорқам дей береді. Бұған тек қана сол Құдай арқылы шықпасаң, бұған болмайды екен. Болмаса бұған тек қана әке-шешесі арқылы шықпасаң, бұның жүрегіне болмайды екен дейді. Ал енді ер адамда мыңқиып, ана десе деп отыратын болса, ол әйел басына да шығады, басына да секіреді, ол кетеді. Ер адам әрқашанда дұрыс тұру керек. Бәрекелді. Және адамға бір нәрсе Құдайдан қорқу, және сабырлық пен шүкірлік. Ене келінге сынақ. Бәр бұл өмір сынақ. Бәріміз бір-бірімізге сынақпыз. Келін енеге сынақ. Күйеу әйеліне сынақ, әйелі күйеуіне сынақ. Біреуінің мінезі қатты болса, әйел шыдаса, соған сауап беріледі. Алланы шүкірлік етсе, біреу сұлу болып, енесі күшті болып жатса, ол келін шүкірлік ететін болса, оған шүкір, Аллахым саған рахмет дейтін болса, оған сауап болады. Мінезі қатал болатын болса, оған сабыр еткен үшін оған сауап болады. Мұсылман адам ешқашан ұтылмайды. Егер екі жағдайды біреуінде сабырлық пен шүкірлік ұстайтын болса, сынаққа төзу бұл өмір біздің, ол Алладан берілген. Біз таңдаған жоқпыз. Біреуге үйленем, осы менің күйеуім болады, осы менің әйелім болады. Менің енем осы болады таңдаған. Алла қосты ма, Алла біледі біздің шыдайтынымызды. Бізге көтере алатын ғана күш, сынақ береді. Соған шыдасақ, Аллаға шүкір, альхамдулилlah. Бәрекелді. Рахмет.